Қайырлы күн достар, баршаңызға бүгін сіздерге ең көп жалақыны қай мамандық саласында жүрген қызметкерлер алатындығы жайлы түсіндіретін боламын. Бұл болашақ мамандықты таңдау барысында тек талант пен белгілі бір қасиеттерді ғана ойламай, сонымен бірге болашақ еңбекақы сияқты факторды да ескеру қажеттігін ұсынатын боламын. Ұлттық статистика бюросы Қазақстандағы ең көп төленетін мамандықтардың тізімін ұсынды. Бұл мамандықтарды айта кету себебіміз, сіздер жаңадан оқу бітірген талапкерлер мамандықты таңдаған кезде осы мамандықтарды ескерсеңіздер болады. 2022 жылы жалақының ең үлкен өсімі көлік, құрылыс, қойма секторында, сондай-ақ қонақ үй және мейрамхана бизнесінде байқалды. Ең аз өсім денсаулық сақтау саласына тиесілі. Қазақстандағы жалақы ең көп төленетін 10 мамандықты атап өткім келеді. Ол мамандықтар: бірінші, тау-кен өнеркәсібі мамандығы. Таңдасаңыз, орташа жалақы 653.345 теңгені құраса, басшылардың жалақысы 1.218.612 теңгені құраған. Екінші, қаржы және сақтандыру қызметі. Орташа жалақы 560.459 теңге болса, басшылар жалақысы 1.149.550 теңге болған. Үшінші, кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет. Орташа жалақы 458.832 теңгені құраса, басшылар 947.686 теңге. Төртінші, ақпарат және байланыс саласында орташа жалақы 436.980 теңге, басшылар жалақысы 834.312 теңгені құраған. Келесі, өнеркәсіптік қызмет саласы. Орташа жалақы 418.811 теңге болса, басшылардың жалақысы 868.644 теңгені құраған. Құрылыс қызметі. Орташа жалақы 416.940 теңге болса, басшылардың жалақысы 931.624 теңге. Көлік және қойма секторы бойынша орташа жалақы 386.787 теңге болса, басшылардың жалақысы 635.155 теңгені құраған. Сегізінші, өңдеу өнеркәсібі мамандығы. Орташа жалақысы 349.930 теңге болса, басшылар жалақысы 807.016 теңгені құраған. Тоғызыншы, әкімшілік және қосалқы қызмет. Орташа жалақы 306.465 теңгені құраса, басшылар жалақысы 982.759 теңгені құраған. Тұру және тамақтандыру қызметтерін қамтамасыз ету бойынша бұл жерде орташа жалақы 272.811 теңгені құраса. Дегенмен қызметкерлер ауысыммен жұмыс істейтінін есте ұстаған жөн. Жұмыс уақытының көп болуына қарай жалақы да жоғары болады. Басқарушылардың жалақысы нарықта бәсекеге қабілетті болып саналады. Осылайша ай сайынғы төлемдер 925.790 теңгені құрап отыр. Сонымен қатар білікті мамандар білімі жоқтарға қарағанда 4 есе көп болады. Сондықтан талапкерлер үшін тәжірибеден бөлек жоғары білімді болғаны абзал. 2022 жылдың қорытындысы бойынша кеңейтілген топтардың ішінде ең жоғары орташа жалақы басшыларда, ең азы біліктілігі жоқ жұмысшылар арасында 4-1 есе өсті дейді ұлттық статистика бюросының өкілі. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Мамандық таңдауда жолдарыңыз болсын.